Біз енді мен де ұл тәрбиелеп отырмын. Қаншама жігіттер ұл тәрбиелеп отыр. Жалпы бұл жерде енді ұл бала ертең ер азамат болу үшін, нағыз ер азамат болу үшін, оны әкесі, шешесі қалай тәрбиелеу керек өзі? Мен айтар едім. Яғни жалпы баланы тәрбиелеу деген ұғымды қою керек, әбеке. Өзіңді тәрбиелеуің керек. Қазақта мындай сөз бар. Әкенің айтқанымен ұл өседі деген жоқ қазақта. Шешенің айтқанымен қыз өседі деген қазақта жоқ. Қазақ айтады, әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Ол саған қарайды. Сен не істеп жүрсің? Сенің қам-қарекетің қандай? Айтқан сөзінде тұрасың ба? Сен өзіңнің әйелімен қандай қарым-қатынастасың? Әйелің саған қалай қарым-қатынаста? Олар соны губка сияқты сіңіріп өседі. Соны қазақ айтады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Ертең олар оны қайталайды өмірде. Сонда сен егер өзің айтқанды істемесең, өзің айтқан сөзің лайықты болмасаң, мың уағыз айт. Яғни өзің жалқау болып жүріп, пысық баланы тәрбиелемейсің. Мың ақыл айт. Бойына сіңбейді де баланың. А сенің бір әрекетің, бір жақсы іс әрекетің, бір жақсы қарекетің сенің мың уағызыңнан, сенің мың кітабыңнан артық та балаға. Міне, қазақ сөйлейді, әкеге қарап дейді. Қарау деген сөздің мағынасы таным деген мағынаны білдіреді екен. Өз әкесін бала қарағанды жай қарап отырмайды ғой. Ол сені таниды. Неге бала әкеге ұқсайды, неге қыз шешеге ұқсайды? Өйткені Газали айтады, адам таныған нәрсесін сүйе алады дейді, сүйген нәрсесіне ұқсайды дейді. Адам таныған нәрсесін ғана сүйе алады дейді. Мысалы, жас бала 2-3-тегі, ол әлі балды танымайды, балды танымайды. Сіз оны балды әкеп, оның еріне жақындатсаңыз, ол ителетті, шошиды балдан. Ата-анасын істейді, күштеп жалатып жібереді. Дәмін алғаннан баласы ұмытылады. Неге? Таныды балды. Соны енді ол жақсы көреді, ол балды, сөзсіз, сүйеді. Танымасаң сүймейсің, сөзсіз. Сондан қыз неге шешесін жақсы көреді? Өйткені таниды да оны шешем деп. Құрсақта жатқанда таниды. Ал таныған нәрсесін адам сүйеді. Сүйген нәрсесіне ұқсай бастайды. Сонда қыз бала бейсаналы түрде шешесіне ұқсауға тырысып, кішкентай кезінен бастап оның туфлиін киіп алады. Киімдерін кие бастайды. Бояуларын қолдана бастайды. Неге? Қызға қазір ең жақсы көретіні, ең сүйіктісі, ең ардақтысы анасы. Ол анасын қайталайды. Ол анасын айтқан оған заң. Ол анасына сенеді. Анасы оған идеал. Сондықтан сен оған сөз айтып, сен оған жаңағыдай құрғақ уағыз айтып, нотация айтып, әуре болма. Сен өзіңді тәрбиеле. Сонда сен балаң өзінен өзі тәрбиеленіп жатады да. Мысалы, мен өз әкем өмірінде маған балам былай бол деп айтып көрген жоқ. Мен әкеммен қарап өстім шынында да. Әкем не істеді? Әкем мынандай сыйлатады, қандай шешім қабылдаушы еді? Адамдармен қалай қарым-қатынасады? Шешеммен қалай қарым-қатынаста болды? Мен соны қазір қайталаймын да оны. Неге? Өйткені мен бала кезімнен соны көріп өстім. Яғни ұлыңның нағыз ер азамат болғанын қалаған әке өзі нағыз ер азамат болу керек. Өзі ер болу керек. Сонда Абай айтады ғой, өзің итсің дейді. Сен Құдайдан бала сұрайсың дейді. Өзің итсің дейді. Ит дегені нәпсі деген сөз. Жеті қазынаға қатысы жоқ бұның. Сонда қазақ ұрысқанда иттің баласы деп ұрысады да. Жек көрген адам нәпсінің баласы деген сөз. Ал жақсы көрген иттің күшігі дейді. Ол жеті қазынаны айтып отыр. Иә. Сонда қазақ айтады, Абай айтады, өзің итсің дейді. Яғни нәпсін тие алмады, нәпсін тәрбие. Өзің Құдайдан бала сұрайсың дейді. Өзің итсің дейді. Баланы қайтейін деп едің дейді. Тағы бір ит баланы дүниеге әкеліп дейді. Өзінің көрген қорлығың аз беді, өзінің күнәң аз беді. Тағы бір ит баланы дүниеге әкеліп, оның күнәсін, оның қорлығын бір қосар қылайын деп бедің дейді.